Өте дәмді ерекше шакшука дайындаймыз. Ең алдымен видеода көрсетілгендей барлық көкөністерді майдалап турап аламыз. Яғни пияз, сарымсақ, қызанақ және де болгар бұрышын дәл осылай 4 бұрышты, яғни майдалап турап аламыз. Одан кейін табамызға сұйық майды құйып, барлық көкөністерді дайын болғанға дейін қуырып аламыз. Орташа отта. Пияз, сарымсақ салғаннан кейін қызанақ пен болгар бұрышын салып, өзіңізге ұнаған дәміне қарай жаңағы дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Одан кейін қабығы аршылған және де езілген қызанақты осылай қосамыз да 5-6 минут тағы да араластырып кішкене қуырып аламыз. Бұдан кейін жұмыртқаны жарып, қасықтың немесе шанышқының көмегімен ақуызды осы қызанақты соусымызға араластырамыз. Яғни ақуыз дайын болғанға дейін осылай кішкене араластырамыз. Мінекей достар, шакшука дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.